Лаукана егер дейді, мысалы біреу айтатын болса, Ерболат па, Тимон ба, біреу айтатын болса, Нұрислам ба, неге ұстаз? Мүмкін ғой, бір зат өзінің белгілі бір уақытта тағайындалуы, белгілі бір халді, белгілі бір сипатта таңдап алуы. Онда мүмкін болса, әрбір зат өзіне белгілі бір сипатты, халді таңдап алуына жылды. Онда әркімнің қолында тұратын болса, әркім қандай сипат таңдар еді? Ең жақсы ма? Әлемде жаман нәрсе болатын бе еді? Болмас еді. Бар ма? Бар. Бәріміз демек бізден бе екен ол таңдау? Бізден емес. Демек біреу бар ма жаратушысы? Бар. Осыны имам Матурidi бекітіп бар дейді. Бұл себепке, бұл әртүрліліктің себебінен ғой. Неге біз әртүрлі уақытта? Кім істеді әртүрлі уақыт дегенді? Сен өзің десең, мүмкін емес, сен өзіңнің белгілі бір көп уақыттың ішінен өзіңнің тағайындап алуың белгілі бір уақытты да. Мүмкін емес. Сен егер мүмкін дейтін болсақ, онда бәріміз қандай сипат тағайындайтын едік? Күшті. Онда әлемде жаман деген нәрсе болатын бе еді? Болмас еді. Демек, жаратушы біреу бар ма? Біреу бар дейді имам Матурidi. Имам Матурidi таухид әңгімені былай жалғастырады. Ва айдан иннал алама науа дейді. Тимон, мынау өту керек саған. Әлем жалпы қарасаң екі түрліге бөлуге болады дейді. Тірі заттар мен өлі заттар. Хайюн мәйтун дейді. Ва куллу хайин жахилун бипте. Әрбір тірі нәрсе өзінің басы қалай басталғанын біле ма, білмей ма? Сен білесің ме өзің қалай басталғанын басыңда? Әрбір тірі нәрсе ма? Сен тірісің ғой. Өзіңнің қалай басталғаныңды білесің ме? Жоқ, оны кейін саған айтылды ғой ол. Бірақ жоқ, сен өзіңді білесің ме қалай? Білмейсің. Сен демек сен қалай басталғаныңды білмейсің, дұрыс па? Енді тірі деген ол өзінің қалай басталғанын көрмеген адам ғой, ол көрмеген зат. Білмейді ол дейді. Он кейін хабар береді біреу дейді. Өзі білмейді фактически. Ажизин ан иншаи мислихи. Сен өзің адам сияқты бір нәрсені жарата аласың ба? Әрбір зат өзі сияқты бір нәрсені жарата алмайды ол дейді. Тірі зат. Біз тірі туралы сөйлесіп отырмыз. Ва ислаху ма фасада минху вақта қуатихи ва вақта камалихи. Және сен қазір ең бодыр, ең күшің толық уақытта сенің бір жерің ет тұрса, жараланып қалса, бір ракмен ба, бір семе ауырып қалсаң, сен оны қалай емдеу керек екенін жолын білесің бе, өзіңді өзің емдеуіңді? Сен даже өзіңді емдей алмайсың ғой, сен былай дегенде дейді. Демек, бұның сен өзіңнің қалай басталғаныңды білмеуі, тірілер өзінің қалай басталғанын білмейді. Тірілер олар өздеріне бір зиян болса қалай емдеу керек екенін білмейді. Тірілер өзі сияқты нәрсені қалай жарату керек екенін білмейді. Демек, бұның бәрі бірақ орын алып жатыр ма? Демек, кіммен? Біреу бар. Сен білмейсің ме өйткені? Емдейді, болмаса өз-өзін білетін, біз оның әлсіздігін көрсеткіміз келіп тұр ғой. Сен датап әлсіз, сен білмейсің да қалай басталды. Басыңды да білмейсің ғой сен. Сен бәрін білуші болуың керек, как минимумда. Ал емдеу басқа жағынан. Сен хотя бы мықты болсаң, сен өзіңе ешкімге мұқтаж болмай, любой нәрсені емдеп алатын едің ғой. Бірақ бар ғой емдей алмай жатқандарымыз. Демек, бұның бар. Бұл және тірілерде ғой. Тірілерде ма айтып жатқан сипаттар? Тірілерде. Тірі мен өліні салыстырсаң қайсы қуатты? Тірі өз-өзіне шамасы жетпей жатса, онда өлілер туралы не сөйлейсің? Онда әлемді екіге бөле салдық та тірі мен өлі деп, өлі әлі жаралған екен белгі болмаса, қуаттырағы өліден қарағанда тірі жаралған екен белгітетін болса, тірі өліден қуаттырақ болмаса, қуат қана өлінің жаралған болуы бірінші кезекте емес пе? Тірі дегенде бұл жерде адамдар және любой тірі, любойын ал. Мен айтайын, біз тек адамдардың меркасы ғана өлшейміз. Неге? Өйткені жәндіктер, басқа хайуандардың меркасын өлшейміз, потому что оларда даже білім, ілім деген нәрсе жоқ та. Олар тем более төмен. Тау өсімдік, тау таза өлі дене ғой. бірақ олар естиді. Таудың естуі, ол таудың естуінен емес, таудың естуі Алланың қалауынан болады. Қаласа Алла кімді қаласа да ескертпей ма? Тау бірақ өзімен өзі еститін заттан ба? Жоқ, еститін заттан емес. Бірақ Алла қаласа, мына камераңды да естірте ма?
Бұл Алланың қалауына апарылып тұрған дүние, Алла қаласа любой нәрсе болады дейді. Қараш, имам Матуридидің даналығы. Простой сифаттармен терең ой алып келеді. Простой ғой әңгіме. Бірақ терең ой да. Ана басқа ақида кітаптарын оқитын болсаң, терминдер көп та. Қиын, ілім да. Имам Матуриди қарапайым сипат, бірақ терең ой. Қарапайым. Алладан негізі білесіңдер ме? Аллаға ұқсастырғымыз келмейді, бірақ жалпы даналықтың үлкендігінің белгісі простой мысалмен саған үлкен дүниені түсіндіру. Құранның аятын білесіңдер ме? Әла ястахи Аллаху да мәсәләм маудатан деп беді. Ин Аллаха ла ястахи айядриба мәсәләм маудатан. Алла Тағала ұялмайды сендерге келтіруге масаны мысал қылып дейді. Қараш, простой масаны, бірақ үлкен терең ой жатыр. Имам Матуриди, конечно, махлуқ жаралған. Бірақ дегенмен де даналыққа ұқсайды іс-әрекеті, иә? Андай простой мысалмен терең ой ұсынып жатыр да саған. Имам Матуриди айтады, Алланың бар екеніне тағы да бір дәлел. Айдан иннал алама ла яхлу куллу айнин минху мимма яхтамилуху минал а'ради қахаран дейді. Тағы да бір простой дәлелі. Бізде әлемде зат және сипат деген нәрсе бар да. Сен белгілі бір сипаттарға мәжбүрлісің. Дұрыс па? Ол сипаттар сені мәжбүрлі түрде келді. Түрің мынандай болуы, андай болуы, дұрыс па? Дененің андай болуы мәжбүрлі түрде келді ме? Бірақ демек сені қазір сипаттар мәжбүрлеп тұр, е? Бірақ не ол сипат деген? Сипат деген өзі қуатты зат па, әлде әлсіз зат па? Ол жоқ қой да сипат деген. Сипат дегеніміз даже ол соншалықты әлсіз, ол біреудің денесіне біреуді заттатына қара деген болмайды, егер мынаның үстінде тұрмаса да, қара өздігінен жоқ. Егер ол сипаттар өте әлсіз болатмаса, және сол әлсіз сипаттар сені мәжбүрлеп жіберсе да, онда өте әлсіздікке болғаны жаралған, сол әлсіздің өзі сені мәжбүрлеп жатыр да, белгілі бір сипаттармен болған. Демек сен бірінші кезекте жаралғансың сен. Сондықтан да имам Матуриди естіп айтып жатыр. Уама и'тарадаху минал а'рад, олған келген сипаттар дейді, ла қияма лаха. Ол бар деп те алмайсың орташ дейді. Уала уджуда дунаху, ол бір затсыз бар емес, ол бір затпен ғана бар сипаттар дейді. Демек, фасабата бидалика, онда осы сөзбен бекітіледі дейді. Духулу куллу вахиди минхума тахта хаджатил ахар. Әрбір заттың келесі бір заттың мұқтаждығының астында жүреді дегенге бекітіледі. Сен мысалы мәжбүрлі түрде сен сипаттың астында тұрсың. Саған бетіңнің сипаты келуі мәжбүрлі түрде сені мұқтаж қылып жіберді ол сипаттарға. Онда ябудулу анякуна бинафсихи мұқтажан иля қойрын. Онда дейді, мына әңгіме бос әңгіме дейді. Ол ешкімге мұқтаж емес, адамды айтамыз, мақлуқ емес, ешкімге мұқтаж емес, бірақ тұрады да, ол какой-то әлсіз сипат келеді де, оны мұқтаж қылып жібереді, мәжбүрлеп жібереді. Ондай зат өзімен өзі жаралуы мүмкін ба? Әлсіз да. Айдан деп тағы да айтады. Инна кулла айнин мимма жтамаа фихи ат-табаи'ул мутададдату аллати мин табаиха ат-танафуру лам яджуз ан якуна биннафсихи яджтами'у. Фасабата анна лаху жами'ан. Енді Тимон қарашы. Тимон, сен денең құралған ба? Құралған әртүрлі элементтерден ба, әлде бір элементтен ба? Әртүрлі. Әртүрлі зауылған заттардың сипаты не? Әртүрлі заттар бір-біріне қосылғысы кеп тұр ма, әлде бір-бірінен ажырағысы кеп тұр ма? Қосылғысы кеп тұр ма? Мысалы мен айтайын. Сенің денеңде отқа да себеп болатын элемент бар, сенің денеңде суға да себеп болатын элемент бар, иә? От пен су әртүрлі ма? Енді ол екеу бір-біріне көрсе деп шығады, әлде ол бір-бірінен қашып тұратын екі элемент ба? Қашып тұрады, ә? Енді демек, әрбір зат өздігінен болатмаса, мысалы, денелер бар бізде әртүрлі заттардан қарама-қарсы элементтерден құралған. Ол қарама-қарсы элементтердің өзімен өзі қалдыратын болсаң, бір-бірінен қашқысы кеп тұрады.
Демек, бір-бірімен қашқысы келіп тұратын элементтерден бір заттың жиналуы өзінен ба, басқа біреуден ба? Басқа біреуден. Өзіне қалдыратын болсаң, олар не істеп тұрады? Ажырап тұрады. Енді заты, табиғаты бір-бірінен қашып тұратын денелердің бір жерде жиналып тұруы өзінен мүмкін ба? Ақылсыз. Мысалы, сенде денеңде құрғақшылық бар. Құрғайсың сен термометр. Мына жерде, бірақ сенің денеңде еще су бар. Ылғалдылық бар. Құрғақшылық пен ылғалдылық қарама-қарсы ма, әлде бір ма? Онда қашып тұратын еді бір-бірінен да. Сенің денеңден жұмсақ зат бар, өте нәзік. Сенің денеңде қатты зат бар. Екеуі қарама-қарсы ма, әлде жұмсақ не ма? Қарама-қарсы. Сенің денеңде суық болып тұратын зат бар. Сенің денеңде ыстық болып тұратын зат бар. Қарама-қарсы ма, әлде бірге ма? Қарама-қайшы. Осы заты, қарама-қайшылықтың заты бір-бірінен қашып тұру ғой. Енді табиғаты бір-бірінен қашып тұратын бөліктерден сені жинап тұрса, өздігінен ба? Мүмкін емес. Әттең имам Матуридидің еңбегі. Заманы түсіне алмады имам Матуриди, осы заман. Тағдай, қараш, қандай логика ғой, қандай логика. Мынандай логика қақтан табасың, Тимон? Ва айдан тағы да мынау дейді. Дәлелі дейді. Әлемнің жаратушысы бар екен, өздігінен жаралмағанына дәлел дейді. Инна кулла айнин мухтажун иля ахар. Бихи якуму ва ябқа. Ва мин маза? Мин ал-агзияти ва гайриха дейді. Имам Матуриди қандай нәрсе деді? Әрбір зат әлемде бір нәрсеге мұқтаж ба, даму үшін? Осы дүниеде қала беру үшін мұқтаж, иә? Ол неге? Тамаққа, жеп ішуге, белгілі бір дүниеде бір заттар керек, біз оны потреблять етіп тұруымыз керек та, сөйтіп біз осы дүниеде қала береміз, дұрыс па? Енді егер саған, мысалы сен бірінші адам болдық дейші әлемде, сен білесің ба, қай зат қалай саған пайда береді, және қай затты қолдануға болады? Улы мен улсыздың, зияны мен ненің? Өліп қалу ықтималдығы бар ма? Біріншісін бар дейсап, бірақ тірі қалған ба адамдар? Демек, біреу болған ба, оған түсіндіретін? Болған да. Әйтпесе өліп қалатын едік бәріміз. Біреу айтқан да, ей, мынауынандай, мынауынандай. Алламал асмаа. Алла Тағала үйретті есімдердің барлығын адамға дейді. Анандай аят бар. Алла Тағала айтады: Я Раббым, неге сіз адам сияқты нәрсені жараттыңыз, фитна шығаратын, ясфику дима, қан төгіске баратын, неге жараттыңыз дейді. Сонда Алла Тағала айтады: Ана аламу мәла, сендер білмейтін нәрсе мен білемін дейді. Өше де Алла өзін біліммен жоғарғысы келіп тұр да. Содан періштелерге айтады: сәжде қылыңдар дейді. Адамға дейді. Сол кезде періштелер естіп тұрған кезде аллама Адама асмаа куллаха. Алла Тағала адамға бүкіл заттардың аттарын үйретеді дейді да. И періштелерге қайтадан көрсетіп: ей періштелер, егер сендер сәжде қылмаймын адамға, өздеріңді мықтымын адамда ойлайын десеңдер, мен адамға бүкіл нәрсенің есімдерін үйреттім. Сұрашы дейді. Болмаса сен білесің бе бүкіл есімдерді дейді. Анбиуни би асмаи. Хабардар, аналардың есімдерін айтшы сен ал дейді да. Періштелер сол кезде білмейді да. Сол кезде сәжде қылады бәрі. Осы жерде мынандай, Алла Тағала үйреткен ба? Үйреткен. Енді ол мынаған қайтады да. Сен бірінші адам болатын болсаң, сен білмейсің ғой, нені жеп. Ана атеистердің қазір айтатыннан бары ғой, бірінші не шықты деп ше. Мынандай бірінші бір не денің бір кішкентай бактерия шықты деші жарайды. Ол бактерия бәрібір өзіне зиян болатын нәрсеге барып қалу ықтималдығы тұра ма? Өліп қал, бітті ғой, бітті, бәрі бітеді ғой сонымен. Олар практика деп айтпаймыз. Оғала практика. Через практикамен болды. Не оғала тәжірибемен? Практика болмаса басында біреу болған шығар, басында бірнеше болып туыла ма, басында біреу ма? Енді тәжірибе болу үшін ода сен біреуді қарап тұруың керексің ғой, біреу секіріп кетсе, о, секірмеймін дейсің ғой, сен біреу ақсың ғой. Сен бар жүгіріп секіріп кетсең, бітті, соны бітеді бәрі әлім. Демек үйреткен ба? Ол как минимум бірінші адам болатын болса, жардан барып секіріп кетпеу деген білу керек қой ол.
Ол арыстанның қасына бара салуы мүмкін ба, мысалы білместен? Арыстан болса таудан секіре салуы мүмкін ба? Білмейді ғой ол не зиян емес дегенді мысалы да. Бірақ білген ба? Сөйтіп білген. Неге? Сақталған. Зияннан қашып, пайдаға қарай жақын жүрген. Сондықтан да қалалған. Оны қайдан біледі ол? Тәжірибе жасай алмайды. Өзі біреу өліп қалады. Кім үйреткен? Біреу үйреткен. Сол біреуді Алла деп тұрып, болды, қандай проблема? Сол Алла. Имам Масруди заманынан өсіп кеткен ба? Бізден де өсіп тұр ғой қазір. Қазір өсіп. 1000 жыл болып кетсе. 1000 жыл, почти 9 жыл ғой. 1000 жыл ғой, 1000 жыл почти. 300 ба хижримен 300. Жоқ, 1000 қанша жыл құда? 1400 жыл ма? 1100 жыл. Бұл ерунда. Имам Матриди қараш қандай айтады? Ва айдан иннаху лау кана биннафсихи лакана ябқа бихи ва якуну ала хаддин вахидин фаламма лам якун далла ала аннаху кана би гайрихи. Егер бір нәрсе басында өздігінен жаралды десең, қараш, чук жаралды ғой.